Бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде ақпараттар қызметі, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Армысыздар, алдымен күннің айшылық оқиғаларына көз жүгіртсек. 3 жасар бүлдіршіннің өліміне қатысты бар деген сотталушы жазасын өтеген түзеу мекемесінен 5 бірдей сөгіс ала отырып бостандыққа шыққан. Неліктен халық медициналық сақтандыру қорына жарна төлемейді және облыстың елді мекендерін қандай өзгерістер күтіп тұр? Аталған мәселелер ақпараттық жиында талқыланды. Шаһарымызда біз Қазақстанның болашағымыз атты форум өтті. Шара соңында мерейлі отбасы ұлттық байқауының қалалық кезеңдегі қатысушылары салтанатты түрде марапатталды. 3 жасар бүлдіршіннің өліміне қатысы бар деген сотталушы жазасын өтеген түзеу мекемесінен 5 бірдей сөгіс ала отырып бостандыққа шыққан. Қарағандының Шет ауданында баланы ұрлап әкеткен азамат бұған дейін кісі өлтірген үшін 9 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Күні кеше республикалық іздеуге жарияланған Игентай Сопыжанов Қарағандыдан қашып бара жатқан жерінен ұсталды. 3 жасар Максимді тәртіп сақшылары еріктілер жаппай 2 күн іздеген. Ақыры бүлдіршіннің өлі денесі орманнан табылды. Қазір баланың мүрдесі сараптамаға жіберілді. Өйткені анасының қолынан ұрланған баланың қай күні қайтыс болғаны белгісіз. Ал республикалық іздеуге жарияланған 23 жастағы Игентай Сопыжанов түнгі сағат 1-лер шамасында Қарағандының вокзалынан табылған. На привокзальной площади города Караганды Қарағандыдағы вокзал маңында жедел іздестіру шаралары барысында баланы өлтірген үшін іздестірілген Игентай Сопыжанов ұсталды. Күдікті баланы ұрлап өлтірген мойындады. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Игентай Сопыжанов бұған дейінде сүйіктісінің тәтесін балтамен өлтірген болатын. Сотта тағайындаған жаза мерзімі 9 жылдан 6 жыл 8 айға қысқарған еді. 4 жылын түрмеде өткізген азамат мерзімінен бұрын босатуын сұрап сотқа арыз түсірген. Сот оның 5 сөгісі мен 2-ші деңгейлі теріс мінездемесі бола тұра өтінішін қанағаттандырған. 23 жастағы азамат кісі өлтірген үшін жазасын Қостанай облысының түзеу мекемесінде өтеген еді. Осыдан жарты жыл бұрын ғана бостандыққа шыға сала күдікті сүйіктісіне қайта сөз салған екен. Бірақ әйел қарым-қатынасты тоқтатуды шешкен. Бұған көнбеген азамат әйелден кек алу үшін баласын ұрлап әкетеді. 2018 года мера наказания была снижена. 2018 жылдың шілде айында сот тағайындаған жазасының мерзімі қысқартылған болатын. Игентай Сопыжанов жазасын өтеп жатқан түзеу мекемесінің әкімшілігі сотталушыға теріс мінездеме жазып берген еді. Қазіргі кезде қызметтік тексеріс тағайындалды. Кінәлілер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Қазір Максимнің өліміне қатысты кісі өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу барысын Қарағанды полиция департаментінің басшысы тікелей қадағалайтынын айтты. Алмас Мұсабеков, Мейрамгүл Салқынбаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Неліктен халық медициналық сақтандыру қорына жарна төлемейді және облыстың елді мекендерін қандай өзгеріс күтіп тұр? Осы және басқа да өзекті мәселелер кезекті аппараттық жиында талқыланды. Қарағанды облысында 1 қыркүйектен медициналық сақтандырудың пилоттық жобасы бастау алды. Жобаның сәтті жұмыс істеу үшін халықтың 80%-дан астамын қамту қажет. Алайда мұнда бірқатар мәселелер анықталған. Емханаларға 45 мыңға жуық адам мүлдем тіркелмеген болып шықты. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы бұл түйткілді шешу үшін полиция бөлімі мен аудан әкімдерінің жұмысқа кірісуді ұсынды. Ал екінші мәселе тұрақты төлемдердің болмауы. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңға сәйкес жарна төленбеген жағдайда немесе жарнаны төлеу тоқтатылған күннен бастап медициналық көмекті 3 айдан артық алмайды. Қазір облыста мәмс бағдарламасының 335 мың қатысушысы бар. Бұл өңірдің жалпы халқының 81%-ын құрайды. Емханаларға бекітілмеген және мәмс жүйесінде мәртебесі жоқ тұрғындар әлі де қалып отыр. Аймақ басшысы Ерлан Қошановтың тапсырмасымен арнайы мониторинг әзірленген. Енді әр апта сайын аппараттық жиында облыстың әр аймағы медициналық сақтандыру бойынша нәтижелер көрсетілетін болады. Бұдан бөлек облыс әкімі жергілікті полиция қызметіне, әділет органдарына және қалалар мен аудандардың әкімдеріне емханаға бекітілмеген адамдарды анықтау бойынша жұмысты күшейтуді тапсырды. Сондай-ақ ол міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне жарналар жасамайтын жұмыс берушілермен кездесулер өткізуді талап етті.
Жоба аяқталғанға дейін барлық құрылымдар кең ауқымды түсіндірме жұмысын жасау керек. Жұмыс берушілер міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға уақытылы жарналарды төлеп отыруы тиіс. Бұл мемлекеттік кірістер басқармасы сіздердің бақылауларыңызда болуы қажет. Сондай-ақ күн тәртібінде тұрған келесі сұрақ ауыл ел бесігі жобасын жүзеге асырылуы болды. Бүгінде бағдарлама бойынша 26 жоба іске қосылған. Байқау нәтижесі бойынша мердігерлермен жалпы 1 миллиард 905 миллион теңгеге келісім шарт жасалды. 134 жұмыс орны ұсынылған. Мәселен, Атасу ауылында 10 жоба жүзеге асырылуда, оның 2-і аяқталды. Жалпы даму 97% құрайды. Нұр ауылындағы 6 және Ұлытау қаласындағы 10 жобаның 2-інде де жұмыстар аяқталды. Облыс әкімі ауыл ел бесігі жобасы бойынша жұмыс белсенді жалғасып, үнемі бақылауда болатынын жеткізді. Жалпы Қарағанды облыста 81 елді мекен бар. Бағдарламаны жүзеге асыру 2-3 жылдың ішінде аяқталады деп көзделген. Айжарқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу жұмыстарымен танысу мақсатында денсаулық сақтау вице-министрі Ләззат Ақтаева Қарағандыға келді. Астаналық қонақ бірнеше медицина мекемесіне барып, облыстық әкімдікте жиын өткізді. Қарағандыдағы медициналық сақтандыру пилоттық жобасы сынақтан өткен соң 1 қаңтардан бастап елімізде толық енгізілмек. Сондықтан жыл соңына дейін бұл жобаның кемшілігін анықтап және жедел шешім қабылдау қажет дейді денсаулық сақтау вице-министрі. Где-то сентябрь-октябрь. Біз қыркүйек-қазан айларында пилоттық жобаны енгізіп, қараша айында нормативтік актіні жүзеге асыруымыз керек. Қазір мамандар жұмыс жүргізіп жатыр. 2 аптада қағаз бастылықтан арылып, электронды жүйеге қалыптасады. Министрдің орынбасары Мақажанов атында облыстық травматология және ортопедия орталығы мен 4-ші емханаға барып, жаңа жүйенің қалай жүргізіліп жатқанын көрді. Мамандардың пікірінше, Қарағанды өңірі медицина саласында ақпараттандырумен қатар мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы бойынша да алда келеді. Әзірге жаңа жоба сәтті жүзеге асып жатыр. Бір апта болды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Басында электронды жүйеде жұмыс істегенде техникалық ақаулар болды. Бірақ оның бәрі уақытша, қазір ретке келіп қалды. Порталға енгізу бойынша жаңа жоба жүргізілуде. Жаңа жүйені енгізуде күнделікті мониторинг жасайтын жоба кеңсесі жасақталған. Онда ақпараттық жүйе бойынша дәрігерлік қызметке ақы төлеу, сатып алу, өзін-өз жұмыспен қамтушылар тіркеу, нормативтік актіні жетілдіру сияқты шаралар атқарылады. Біз көріп отырмыз, өзін-өзі жұмыспен қамтушыларды тіркеу жақсы жолға қойылған. Нормативтік база құрылып, ақпараттық жүйе жұмыс істеуде. Ендігі мәселе диагностикалауды енгізіп, оны да өзге өңірлерге таратамыз. Өңірде медициналық цифрландыруды толық іске қосу үшін қордан қаржы бөлініп, облыста тестілеу режимінде ақпараттық сақтандыру жүйесі енгізілген. Тұрғындар енді бұл жоба бойынша 2 түрлі пакеттегі медициналық қызметті қолдана алады. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда біз Қазақстанның болашағымыз атты форум өтті. Шара қатысушылары медиаторлар мен психологтарға өздерінің толғандыратын сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Сондай-ақ форум соңында мерейлі отбасы ұлттық байқауының қалалық кезеңдегі қатысушылары салтанатты түрде марапатталды. Баурат пен Гүлнұр аталмыш форумға осымен 2 рет қатысып отыр. Екеуі де өмірлерін ұстаздыққа арнаған. Үйдің отағасы мектепте алғашқы әскери дайындықтан сабақ берсе, жұбайы болашақ колледжінде оқытушы болып қызмет жасайды. Бүгінде өздерін толғандырып жүрген сұрақтарын тиісті мамандарға қойып үлгеріпті. Бұл форумға былтырда қатысқанбыз, былтырда келгенбіз. Жас отбасыларға арналған форум өте жоғары деңгейлі дәрежеде өтіп жатыр. Жас отбасыларға берілетін көмектердің барлығын сол жайлы сұрақтар қоямыз. Қандай көмектер беріліп жатыр жас отбасыларға, сол жайлы сұрақтар қойып, пікірталас өтеді, тренингтер өтеді. Айта кету керек, жас отбасылар форумы 5 жыл қатарынан өткізілуде. Іс-шараны Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығы мен ішкі саясат бөлімі бірігіп ұйымдастырған. Форумға тұрмыстық келіспеушіліктерді ұрыссыз дұрыс шешу жолдарын көрсететін білікті мамандар шақыртылған. Барлық қатысушылар алғыс хаттармен марапатталды. Биылғы жылғы бір ерекшелігі бұл форумның
біз мынау дәстүрлі дін өкілдерін шақырып жатырмыз. Мүмкін кейбір отбасыларға осы рухани жағынан, дін жағынан мүмкін әсер ететін шығар деп. Себебі кез келген дінде біз білеміз, ажырасуға жол берілмейді. Бүгінгі таңда жалпы форумға 60-қа жуық жас отбасы өзінің өтінішін білдірген қатысуға. Форум соңында мерейлі отбасы ұлттық байқауының қалалық кезеңіне қатысқандар марапатталды. Іріктеуде Омаровтар жанұясы ең үздік деп танылды. Мұқатай ағамыздың жұбайымен отасқандарына 47 жыл болыпты. Бүгінде 7 баланы аяққа тұрғызып, қызықтарын көріп жүр. Мен ылғи балаларыма айтатын, үлкендер сыйлаңдар, кішілерді аялаңдар деп. Балаларым соның үлкендердің тілін алып, бізді мына кемпір екеумізді жерге қаратпағанына жаңа айттым ғой, молда бір алғысымды айтамын. Естеріңізге сала кетсек, мерейлі отбасы жалпыұлттық байқау бірнеше жыл қатарынан өткізіліп келеді. Шара адамгершілік құндылықтарды қайта жаңғыртуға, отбасы мәртебесін көтеруге бағытталған. Ұлттық ұлан сапындағы көп балалы отбасының бенефис өтті. 35 жастағы старшина Оралхан Көкешев пен жұбайы Айнұр бүгінде 8 бала тәрбиелеп отыр. Отбасылық құндылықтарды насихаттайтын шара орталық аймақтық қолбасшылығы әскери бөлімдерінің тәрбие жөніндегі басшыларына арналған оқу әдістемелік жиынмен аяқталды. 65-05 әскери бөлімінде көп балалы 10 әскери қызметкер бар. Соның бірі Оралхан Көкешев. Оралхан мен Айнұр 8 баланы тәрбиелеп, айрандай үйіп отырған отбасы. Ұлының үлкен 13 жаста, ал кенжесі 5 айлық. Оралхан өзі Қарабас кентіндегі 91 түрмеде бақылаушы болып еңбек етеді. Ұлттық ұлан орталық аймақтық қолбасшылығының қолдауымен көп балалы отбасының бенефисі ұйымдастырылды. Ең үлкен балам қыз бала, аты Жаңгүл, 13 жаста. Солан аралар бір жағынан кетеді, солан ең кенжесі 5 айлық. Әскери бөлім 65-05, оның ішінде Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан бас қолбасшыларына мыңдап алғыс етемін. Осындай дәрежеге жеткізіп, мен осындай қолдап, мен осындай марапаттап, осындай биік жерлерден көтеріп жатқандарына мыңдап рахмет. Отан отбасынан басталады. Құттықтау рәсімі тәрбие бөлімдерінің басшыларына арналған оқу әдістемелік жиынмен жалғасты. Қыркүйектің 4-6 аралығында 65-05 әскери бөлімінде оқу жаттығу өткізілген. Жиналғандар әскери қызметшілер тәрбиелеу, ақпараттық насихаттау жұмыстары саласындағы тәжірибелермен алмасты. Бұл шараға 4 облыстағы 12 әскери бөлімнен 64 адам қатысты. Онда ұлттық ұлан әскери институтының өкілдері де бар. Практикалық дайындық сабақтарының арасында практикалық сабақтардың өздері өтті, әдістемелік сабақтар, методикалық әдістемелік сабақтары өткізілді, және де көрсетілім сабақтары. Осы практикалық дайындық аясында офицерлер өздерінің кәсібилік дәрежелерін көрсетуге емтихандарын тапсырды және дене шынықтырды. Енді өзінің кәсібилік деңгейліктері тәрбиеші офицерлердің деңгейі жоғары. Әскерилермен бірге облыс әкімдігі өкілдері отбасы құндылығын насихаттауға атсалысты. Ұлттық ұлан бас қолбасшысының орынбасары генерал-майор Мұхаммедқали Сатовтың айтуынша, алдағы уақытта әскери қызметшілерге әлеуметтік жағдай жасау жоспарлануда. Сондай-ақ офицерлердің кәсібилігін жетілдіру шаралары үнемі өткізіліп тұрады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Оқып болсан басқаға бер. Шаһарымызда буккроссинг еркін кітап алмасу акциясы бастау алды. Оқырмандар өздерінің кітаптарын әкеліп, орнына басқа әдебиет алуға болады. Бұл игі шараны қала әкімдігінің қолдауымен жастар ресурстық орталығы ұйымдастырып отыр. Буккроссинг ол еркін кітап алмасу дегенді білдіреді. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті қабырғасында өткен акциясына кітапты жанына серік ететін жастар жиналды. Олардың қатарында аталмыш оқу ордасының 3-ші курс студенті Ердәулет Ерден де бар. Ол көбіне детектив мен фантастика жанрларын оқығанды жақсы көреді. Бұл күні Ердәулет өзімен бірге 2 сүйікті кітабын ала келіпті. Өзімен бірге бірнеше 2-3 сүйікті кітапты алып кеп, басқа да қызықты оқырмандардың кітаптармен ауысып, алмасып, басқа да адамдармен танысып, осындай акцияға қатысып отырмын. Бірнеше детективтен, мысалы, Шерлок Холмс деген кітаптарды көріп шықтым. Әлі де кітаптар көп көретін, тағы да көріп ұнағанын табам деп ойлаймын.
Бұл буккроссинг жобасы республика бойынша 17 қалада жүзеге асуда. Жалпы 57 кітап сөресі орнатылады. Ондағы бір орында 200-ге жуық кітап қойылған. Аталмыш қозғалыс Қарағандыдан бұрын Талдықорған, Өскемен және Павлодар қалаларында іске қосылып үлгерген. Мұндағы ереже де өте қарапайым. Оқырман үйінен қанша кітап әкелсе, соншасын өзімен бірге алуға болады. Бұндай шараның басты мақсаты жастар арасында кітап оқуды насихаттау және сәнге айналдыру. Бұл көрсететініміз кітап алмасу. Батыста өте дамыған әдіс. Жастардың арасында кітап оқуды насихаттау. Сонымен қатар жалпы кітапқа деген махаббат. Бұл шара Қазақстан Республикасы қоғамдық даму және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша Social Development Center қоғамдық ұйыммен бірлесе Қарағанды қаласы әкімдігінің қолдауымен өткізіліп отыр. Аталмыш жоба жастар арасында 10 пікір алып үлгерген десе де ұйымдастырушылар біздің елде кітап алмасу мәдениеті нашар дамыған айтады. Бірақ жобаның көп ұзамай танымалдығы артатына мол сенім білдірді. Негізі көп жерде ондай жоба жасалған алдын ала. Енді кітапханасында бар екен, сол өздері жасаған. Ал біздікін жақсы қарсы алады. Республика деңгейде кітаптарды алып кеткеннен кейін оқыса, онышы. Басқаларға да осын таратса, бекерге қалып кетпей, ары қарай дамыса деген ғой осы жоба. Сондай-ақ шараға белгілі кәсіпкер Ерлан Әшімов те арнайы шақырту алған. Бизнесмен кітап алмасып қана қоймай, кәсіпке жетудің құпиясымен де бөлісті. Енді бұл акция Қарағандыда тұрақты негізде жұмыс істейді. Кітаптарды бірден қаланың 3 жерінде алмастыруға болады. Сөрелер Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанындағы Жастар әлем орталығы, Тайыр 4 сауда үйінде және Гудзон коворкинг орталығында қойылған. Онда қазақ және әлем әдебиеті классиктерінің еңбектері, психологиялық, ғылыми, бизнеске арналған кітаптар бар. Айжырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңа хоккей маусымын бастаған Қарағандылық Сарыарқа Ангарск қаласының 20 жылына қарсы кездесуде жеңіске жетті. Алғашқы ойындағыдай бұл жолы да жеңімпазды анықтауға негізгі ойын бөлігі жетпей, булеттер сериясы белгіленді. Сәттілік айдын иелеріне серік болып, қарағандылықтар 3-2 есебімен басым түсті. Сарыарқа ойыншыларын тәртіп бұзған үшін жазалаған қонақтар кездесудің 3-ші минутында алғашқы болып есеп ашты. Дегенмен кездесудің алғашқы бөлігінің бел ортасына таман сан бойынша басымдылықты пайдаға жаратқан Андрей Бирюков есеп айырмасын қысқартты. Одан әрі кездесу барысы қарағандылық ұжымның басымдылығымен өрбіді. Қарсыластың қақпасына белсенді шабуылдар ұйымдастырған айдын иелері көп ұзамай нәтижеге жетті. 32-ші минутта Дмитрий Михайловтың соққысы қақпаға дарып, есеп 2-1-ге жетті. Дегенмен қонақтар үзіліске дейін есепті теңестіріп, қарағандылық ұжымның қуанышын су сепкендей басты. Қорытынды ойын бөлігінде қарсыластар ұпай алуға тырысып бақты, дегенмен қос ұжымның да қақпашылары қателік жібермеді. Овертаймда да кездесу жеңімпазы анықталмағандықтан төреші булеттер сериясын белгіледі. 3 мүмкіндікті де құр жібермеген айдын иелері жанкүйерлерді қуанышқа бөлеп, Сарыарқа жаңа маусымдағы алғашқы жеңісін тіркеді. Ойын бойынша айтарым, екі түрлі ойдамын. Нәтиже үшін қуануға болады, бірақ біз 3-ші кезең толығымен қарсыласқа беріп қойдық. Команда қалыптасу жолында екен байқалады. Алда барлық бағытта атқаратын жұмыстар өте көп. Мен бұның барлығын көріп түсініп тұрмын. Уақыт керек. Алда әлі кездесулер болады. Ойыннан ойынға жігіттеріміздің шеберлігі арта түседі деген сенімдемін. Сарыарқа командасының өз айдынындағы ойындар сериясы дүйсенбі күні жалғасады. 9 қыркүйекте қарағандылық ұжым Ханты-Мансийск қаласынан келген Югра ұжымына қарсы кездесу өткізеді. Апта басы дүйсенбі күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпараттар болса, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.